Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге Google әдісін сабақтарда қалай қолдану керек жолын түсіндіріп өтетін боламын. Ол үшін маған тіркеліп, осы видеоның соңына дейін қарап өтсеңіздер, осы Google әдісінің дайын шаблондарын сыйға беретін боламын. Қараңыздар, мына жерде бос ұяшық тұр. Бұл жерге оқушылар ұғымды, термин сөздерді, формуланы жазуға болады. Сонымен қатар эссенің, мазмұндаманың, шығарманың тақырыбын жазып, астына сол туралы сипаттама берсе болады. Бұл Google әдісін топтық жұмыста, жұптық жұмыста және жекеде жұмыстарда да беруге болады. Яғни осы дайын шаблондарды цветной принтерден шығарып алып, ламинаттап қолдансаңыздар болады. Егер ламинаттап алсаңыздар, оқушылар тапсырманы маркермен жазатын болса, онда оны маркерді кетіріп тастап бірнеше рет қолдануға болады. Сонымен қатар, қараңыздар, осындай А4 форматта да жасап қойдым. Өздеріңіз қалаған форматта шығарып алып, жұмыстансаңыздар болады. Өте керемет әдіс. Осы тегін шаблонды алу үшін видеоның астына описание бөліміне Telegram каналдың сілтемесін тастадым. Сол сілтемеге кіріп тіркеліп, осы шаблондарды компьютеріңізге жүктеп алсаңыздар болады. Осы видео пайдалы болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, және осындай пайдалы ақпараттарды өздеріңіздің әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Алдағы уақыттарда тағы да пайдалы ақпараттармен міндетті түрде бөлісе отыратын боламын.